Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары табиғаттың тосын мінезінен әлі де жапа шегіп жатыр. Еріген қар суы бір аптадан астам уақыт өтсе де тұрғындарды әбігерге салуда. Бүгінде Қызылсу, Рощинская, Корнеевка, Волошенка, Саумалкөл, Новоишимский, Червоны сияқты облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының үстінен ағып жатыр. Сәйкесінше қазір осы аймақтарда барлық автокөлік түрлерінің қозғалысы тоқтатылды. Өңірдегі жағдай жайлы әріптесім Самат Қайырденұлы айтып береді. Покровка, Корнеевка елді мекендері арасындағы қашықтық 30 шақырымды құрайды. Бүгінгі күні екі ауыл арасындағы қозғалыс түбегейлі тоқтаған, өйткені мына учаскені су басып жатыр. Салдыраған судың қарқыны қатты, тіпті кейбір жерлерді шайып кетуге жақын. Ерген қар суы Есіл ауданында Қамсақты өзенін толтырды. Салдарынан арнасынан асқан өзен үлкен Торанғұл көліне келіп құйып жатыр. Тіпті Қызылсу бірнеше ауылды жалғайтын күре жолдардың үстінен ағып 1 шақырым жерге жайылған. Оқиға орнында Қызылорда өңірінен келген құтқарушылар жұмыс жасап жатыр. Қардан жиналған су жолдың үстін орып кетіп жатыр. Қаппен құмды қаптап, ойылып қалған жерлер бітеп жатыр. Асфальт үлкен ойып кетпес үшін. Біз адамдар тұрып қалған жайда көліктер, соларды құтқару жұмыстарын жүргізуге дайынбыз. Қазір жолдың жиектеріне қиыршық тас пен инертті материалдар толтырылған қапшықтар төселіп жатыр. Ал таңғы 9-дан барлық көлік қозғалыстарына шектеу қойылды. Мамандар күні-түні кезекшілікке көшті. Автобуспен шықтық шығуын. Енді міне бүгін жете алмай жатырмыз. Бұндай жағдай ешқашандай болып көрген жоқ еді. Міне 36 жыл тұрамын Горныйда. Бірінші рет. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында Қызылсу бүгінгі күні 74 жол аумағына жайылды. Бұл шамамен жалпы ұзындығы 10 шақырымнан астам жолды құрап отыр. Енді оларды қайта қалпына келтіруге 500 миллион теңгеден астам қаражат қажет. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Руслан Әлиев және Дмитрий Рура. Қорытынды жаңалықтар Солтүстік Қазақстан облысынан.